Лирика гректің лира ежелгі гректер үніне қосылып ән салған музыка аспабы деген сөзінен шыққан. Әдебиетте лирика ақынның сезімін, көңіл күйін, қуанышы мен сүйінішін, арманын, өмірге деген көзқарасын, ішкі толғанысын, дүниетанымын сырғып шертетін өлең әдебиет тегінің түрі. Лирикалық шығармалар тақырыбына, мазмұнына қарай табиғат лирикасы, философиялық лирика, саяси лирика, махаббат лирикасы, азаматтық лирика болып беске бөлінеді. Табиғат лирикасы ақынның ішкі жан дүниесі мен әртүрлі табиғат құбылыстарын сезінуі, бейнелеп суреттеу арқылы танылатын, адамның табиғатпен етене жақындығын көрсететін өлең жырлар. Мысалы, желсіз түнде жарғай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаңа терең сай, тасыған өзен гүрілдеп келеді. Өлең шумағында ақын табиғаттың суретін, құбылысын бейнелеп беріп отыр. Философиялық лирика қоғамдық болмыстың өзекті мәселелерінің ақын, жазушы шығармаларында көрініс табуы. Философиялық лирикаға жататын өлеңдерге философиялық толғаныстар, азаматтық ағартушылық әуендер, адам және оның жан дүниесі, көзқарасы туралы сипат тән. Мысалы, өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес дейді. Бұл өлеңде қоғамдағы өзекті мәселені айтып отыр. Ол философиялық толғанысқа жатады. Адамның болмысы туралы айтылып отыр. Саяси лирика лириканың заман жайын, оның әлеуметтік мәселелерін қозғайтын үлкен бір саласы. Өмір жөнінде, халықтың тағдыры туралы ой толғамдар, ақынның өз көңіл күйімен терең ұштасып, өзінің өмірге қатынасын суреттеу арқылы көрінеді. Мысалы, ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку жер шалмай, ерлердің ісі бітер ме дейді. Негізі, саяси лириканы кейбір әдебиеттерде соғыс лирикасы деп те айтады. Махаббат лирикасы жан толғатып, көңіл тербететін, сезім оятатын түрі. Мысалы, махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар, қызықтан өзге қалсаң бос, қатының, балаң досың бар. Ақын өлеңдерінде әдемілікке, сұлуға деген көзқарасын көрсетеді. Азаматтық лирика лирикалық поэзияның заман жайын, әлеуметтік мәселелерді қозғайтын үлкен бір саласы. Мысалы, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл өлеңде ақын сол өз өмір сүрген заман жайын айтып отыр. Халықты, жастарды ғылым білімге үндеп шақырып отыр. Сөйтіп, өзінің азаматтық болмысын көрсетеді. Лирикалық кейіпкер поэзиялық шығармалардағы адам бейнесі. Лирикалық туындылардың бас қаһарманы ақынның өзі. Сондықтан ақынның өзі лирикалық кейіпкердің ой сезімі, тағдыры өз заманында суреттелсе, соғұрлы мол, типтік қасиеттері мол, сомдап жасалған ірі тұлғаға айналып, дәуірдің көрнекті өкілі болып шығады. Мысалы, жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма дейді. Бұл Абай заманы, Абайдың тағдыры. Осы өлеңнен жалпы сол замандағы оқыған білімді адамдардың типтік бейнесі көрінеді.
Ақын өлеңді өзіне атынан айтқанда лирикалық кейіпкердің бейнесі жасалады. Себебі ол ақынның өз бейнесі. Жинақталған лирикалық кейіпкердің бейнесі болып шығады. Ақын қоғам өмірі, заман, адам туралы толғанғанда өзін мен, біз дей отырып, сол ортаның адамы, белгілі бір ұрпақ буынының өкілі ретінде сезінеді. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім дейді. Бұл өлең жолдарында ақын өз бейнесін айтып отыр. Өз бейнесі арқылы қоғам өмірін, заман туралы, адам туралы мен деп бірінші жақта ұрпақ буынына, келесі қазақ еліне сезіндіре білдіре айтады.